Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма кіріп, қызықтап көріп жүрген қауым. Бүгін сіздермен біз тез арада, тез дайын болатын бәліштің бір түрін пісіреміз. Оны сыртындағы қамыр елемей-ақ, лавашпен жасап көреміз. Лаваштың қазақшасы жұқпанан. Оны қазақ баяғыда апаларымыз жасаған. Сол жұқпананның арасына етіңіз бар ма, сәбізіңіз бар ма, капуста қырыққабат жасаңыз да болады, картоп жасаңыз да болады. Соның бәрін салып тез жасалатын бәліштің бір түрін, пирожкинің бір түрін көрсеткім келіп тұр. Соны сіздермен біз болып қазір жасап. Бұл тез дайындалатын бәліш, тез дайындалатын себебі бұны біз лавашқа орап жасаймыз. Сондықтан ішіндегі салатын сұйықтығын жасап алдық. Мына кішкентай 200 грамм фаршпен бір бас пиязды әдемілеп қуырып алдық, қызартып. Сосын мына бізде жаңа каналымды көріп жүрсеңіздер, біз асқабақты жақсы көреміз. Осындай асқабақтар пісіріліп тұрады. Сол піскен асқабақты кішкентай бөліп қойдық. Оны да мына етке қосып араластырып саламыз. Енді бұған пирожкины орап болғаннан кейін оны кляр дейді ғой, орысша. Жаңағы сұйықтық дайындап алу үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Сосын жаңағы кішкентай укроп қосамыз, сосын сарымсақ қосамыз, сосын ұн керек. Сонымен араластырып, әдемілеп сұйықтығын дайындап алайық. Міне лавашымызға пирожки пісіріп алу үшін етімізді, мына жердегі асқабағымызды, бұған картоп салсаңыздар да болады. Бүгін саңырауқұлақ келе жатсам, саңырауқұлақ таппадым, саңырауқұлақ салсаңыз да болады. Әдемілеп конверт сияқты қылып орайсыз. Қазір бұны табаға қуырып аламыз. Мына өстіп сала беріңіздер. Ішіне не салғыңыз келсе де саласыз. Сәбізді де араластырыңыз, қияр да салыңыз, өзіңіздің қалауыңызбен. Міне әдемілеп конверт сияқты орайсыз. Лавашымыз әдемі. Міне өстіп жасай беріңіздер. Міне ішіне ет, асқабақ салынған, оралған лавашымыз қазанның жанына келді. Оған біз мына сковородқа қазір екі жағынан мына жұмыртқамен ұнды араластырған, сарымсақ, көкшілік, укроп араластырған сұйықтығымызға салып алып, ондан қуырып, әдемілеп қуырып аламыз. Мен әдемілеп мағып алып, табаққа сала береміз. Екі жағынан мал бауыңыздағы жақындатып сала беріңіз. Әдемі бәліш болады пирожки. Бұның іші де піскен, сырты да піскен. Әдемі әшейін қызартып қуырып аламыз. Болды. Осыны көреміз. Мен көрдіңіздер ме, қандай әдемі екінші жағы пісіп. Екі жағын қызартып аламыз. Болды. Ешқандай жоқ. Қиындығы жоқ. Бұл дайын пирожки. Дайындалу оп-оңай. Көп уақыт кетпейді. Дайын лавашты дүкеннен ала саласыз. Сөйтесіз. Пирожкиміз дайын болды. Бірінші партиясы. Енді келесін өстіп сала беріңіздер. Міне жаңадай лавашқа салынған ішінде еті, асқабағы бар әдемі пирожкиміз дайын болады. Бірінші партиясын алдық, қызартып әдемілеп қуырып алдық. Бұл келесі партиясы. Көріңіз қандай керемет. Міне бір қуырып аласыз, болды. Бұның іші де піскен, сырты да піскен. Просто көркемдікке, әдемілікке өстіп жасап аласыз. Міне лаваштан жасалған, жұқпананнан жасалған жақсы бәлішіміз дастарханға келді. Міне өстіп жасап көріңіздер. Асығып жұмыстан келгенде, келе жатқанда жолшыбай дүкеннен лавашыңызды ала салып, ішіне дайын етіңіз бар ма, картопыңыз бар ма, қырыққабатыңыз бар ма,
саңырауқұлағыңыз бар ма, сала саласыз да өстіп тез 10 минутта дайын бола салады. Мына мен жақын көрсетейін, ішін қараңыз. Іші сондай әдемі қатпарлы самса сияқты шықты, міне қараңыз. Сондықтан осылай жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Бұл каналға, қазақша каналдарға, қазақ тілінде жүретін каналдарға қолдау қажет. Сондықтан қолдап жүріңіздер, астарыңыз дәмді болады.